Өтте тас қалай пайда болады? Барлығына сәлем, сіздермен бірге Аружан Балтабайқызы. Бүгін біз өте жиі кездесетін аурулардың бірі өттегі тас пайда болуы жайлы талқылайтын боламыз. Өт, яғни желчный пузырь дейді, өт қабы. Бұл өттің сақталатын және қажет болған жағдайда асқазанға шығарылатын, өтті асқазанға шығаратын орган. Асқазанға емес, яғни 12 елі ішекке шығаратын орган. Өттің негізгі функциясы майларды ыдыратып, олардың ас қорытуына көмектеседі. Өтте тас пайда болуы жиі кездесетін және маңызды медициналық проблема болып табылады. Мұнда желчный пузырь, желчный проток деп көрсетіліп тұр. Бұл бізде өт. Осы жерде бауырда, яғни өт түзіліп, ол желчный пузырьда өт қабында сақталады. Қажет болған жағдайда анда желчный проток арқылы 12 елі ішекке барып, сол жерде ас қорытуға қатысады. Өттің негізгі құрамдас бөліктері холестерин. Майдың түрі болып табылады. Холестерин ол өттің маңызды компоненті. Холестериннің өзі ішінде бірнеше түрге бөлінеді. Біз оларды қарапайым тілде жақсы холестерин және жаман холестерин деп бөлеміз. Билирубин қызыл қан түйіршіктерінің ыдырау өнімдері болып табылады. Лецитин майлардың еруіне көмектесетін заттар. Тастың пайда болуы құрамында холестерин немесе билирубин көп болғанда, яғни олар кристалдануға және тасқа айналуға бейім болады. Жаңа айтып өткен жаман холестериндер ағзада көбейіп кететін болса, олардың қосылып, жиналып, тасқа айналу қаупі жоғарылайды. Тас пайда болуына әсер ететін факторлар. Өттің қышқылдығының өзгеруі, өт құрамындағы заттардың теңгерімсіздігі. Өттегі дұрыс жұмыс жасамау, яғни өттің баяу шығаруы. Өттің баяу шығаруына дұрыс тамақтанбау, көп уақыт бір орында отыру, жаттығу жасамау сияқты әсер етеді. Және де өттің өзінің де анатомиялық құрылымдарының туа біткен ерекшеліктері де әсер етеді. Семіздік холестериннің жоғарғы деңгейі, гормоналды өзгерістер, эстроген деңгейінің жоғары болуы. Эстроген бұл әйелдердегі гормон болып табылады. Әйелдердегі гормоналдық өзгерістердің әсерінен пайда болады. Диета мен өмір салты, майлы және калориясы жоғары тағамдарды көп тұтынуға және физикалық белсенділіктің төмендігі де әсер етеді. Мына суреттерде яғни өттегі тастарды көрсетілген. Қауіпті жағдайда жоғарғы суретте өтте ешқандай тас болмауы керек. Ал егер де өзгерістер болатын болса, мұнда өтте тастар пайда болады. Олар деген кейін өттің басқа бөліктерінде тастар жиналып, өттің түтігінде жиналып қалуы мүмкін емес, 12 елі ішекке өтетін жерде жиналып, астың қорытуына кедергі келтіреді. Негізгі жаңағы өттің пайда болған кездегі белгілері: ауырсыну, қабырға астындағы немесе іштің оң жағындағы ауырсыну сипаты өте ұзақ уақытқа дейін созылуы мүмкін, созылмалы ауру ретінде. Асқазанда ауырлық сезімі тұрады, жүрек айну, құсу, ас қорыту жүйесінің бұзылуы. Жүрек айнып құсқан кезде бізде айтады, аузыма өттің дәмі келіп тұр деген сияқты, сол сияқты құсулар болады. Өттің тастың пайда болуының алғашқы белгілерінің бірі, бастапқы сатыларында өт қоюлана бастайды, кейін ол тасқа айналады. Қоюлану бастаған кезінде иістерге, майлы иістерге, жүрек айну көрінеді. Және де ауыр сатыларында өттегі тас пайда болған кезде ол сарғайып кетуі де мүмкін адамның түсі. Енді өтте тас пайда болуының белгілерін білдік, оның қалай сипатталатынын білдік. Енді өттегі тасты қалай алдын аламыз. Ең бірінші алдын алу бұл дұрыс тамақтану, майлы және калориясы жоғары тағамдарды шектеу, тұрақты физикалық белсенділік, яғни семіздікке қарсы күрес, гормоналды өзгерістерді бақылау. Әйелдер үшін де, ерлер үшін де маңызды болып табылады. Бұл жағдайда эстрогеннің әсерінен тас пайда болатындықтан әйелдер үшін маңыздылығы жоғары. Қорытындылайтын болсақ, өт тас ауруы біздің елімізде өте жиі кездесетін ауру. Егер де салауатты өмір сүргіңіз келсе, қазіргі таңнан, бүгіннен бастап барынша дұрыс тамақтанып және тұрақты физикалық белсенділікті жасауға кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.